Дүниеде адам баласының ұлы қасиеті екеу-ақ: ой ұлылығы, сұлулық ұлылығы. Көркем айтылған ой ұлы, ойландыра алған сұлулық ұлы. Көркем сөзі бар болғырдың өзін орақпен ұрып, күрекпен күреп ала алмайсың. Оны бір-бірлеп тересің, бір-бірлеп тізесің. Сөз қасиеті көркемдігінде, ой қасиеті шындығында. Ұшқыр ой, ізденгіш ой, тапқыр ой. Ол бір адам. Құр кеуде, жұрттан көргенді өзімдікі дейтін, басқаның ойын иемденіп, іске асырарда көз шығарып, бас жаратын, ол екінші адам. Асылы адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап бояуға, оған ажар, түр беруге, оны әшекейлеп өрнектеуге еңбек етеді. Өмір бойы құмырсқадай қыбырлап еңбек еткен адам дүниеге түсініктілікпен қарайды. Осы жолда өз ой күшін, қуатын сарп етеді де өмірді өз тағынан құлатпайды. Өзің аспанда, ойың төменде жүргенше, өзің төменде, ойың аспанда жүрсін. Биік деген немене, төмен деген немене, сонда түсінерсің. Жазушы еңбегі түптеп келгенде санмен емес, сапамен өлшенеді. Қыран баласына дүние әрі кең, әрі тар, достары да аз емес, жаулары да одан да көп. Жапон үлкен көзді ел емес, ойлы көзді, аз ғана мұңды көзді ел. Адам дегеніміз миллиондаған ғасырлардың туындысы көрінеді. Солай бола тұрғаннан күннің өзінде де сол кісіңіздей ой өрісі, сезім тереңдігі, адалдық, ар ұят, мінез құлық жақтары әлі де біраз сүргілерде керек ететін сияқты. Адам деген бір ғана мінез, бір ғана бағыт, бір ғана қасиет емес. Сондықтан бір адам туралы екі адамның ойы бір жерден шықпайды. Қайырымдылық пен қаталдық қатар жүреді.